Ұлттық сана деген ол мына біздің мәдениетіміз, тіліміз, тарихымыз, дәстүріміз, өнеріміз соған негізделген, соның негізінде құрылған ұлттық сана. Ұлттық сана қалыптасу үшін жаңағыдай ұлттық мемлекеттің, оның ішінде жаңағы тіл, бірінші айтып отқаныңыз өте дұрыс. Ол тілмен әр қазақ отбасы күні түні өмір бойы айналысады. Тіл проблем болады. Орыс тілінің өзі отарлаушы болған осы мемлекетке кеше Украинаға қойған талаптарындағы ең бірінші талаптың біреуі орыс тілін мойындаңдар. Тіл ол негізгі атрибут, қажетті. Ол үшін әрине алдымен біздің қазақтар ертең бәрі сөйлеп кетсе қазақ тілінде, онда бұл елде ешкім қалмайды. Басқа ұлттар өзінен өзі қолдайды. Оны мен 91 жылдан бастап неміс, кореецтер, тағы басқалармен де айналыстық, тәжірибе әркім жинады ғой. Ол біз өзіміз мына саяси этикетті пайдаланамыз деп тілге, мемлекеттік мүддеге содан қор болып отырмыз. Ол биліктің кемшілігі. Билік, былай айтқанда, сол Кремльдің марионеткасы болып отыр әлі. Әлі содан кете алмай отыр. Ол осыдан келіп, мына соңғы кездегі проблемалардың мәселенің тілге байланысты шығуы. Бірақ оған қарамайды. Орыстар да 19 ғасырдың бірінші жартысында, негізінен 18 ғасырда таза французша сөйлейді, бүкіл аристократтар. Бірақ ол халық көпшілік орыстар. Ол ақиқат қазақ тілі, мемлекеттік тіл болып, осы елдің негізгі тіліне айналу, оны кемсіткісі келгендер де болды, неше түрлі әлі күнге бірдеңелер айтады, бұлжалақтап. Сол үшін мына неде Қазақстан идеологиясы бұл мемлекеттік идеология негізі. Анау философтар айтады ғой, мәселені уақытында және дұрыс қою ол мәселені шешуден де артық болуы мүмкін дейді. Бұл енді мәселе қойылды.